Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Трампты өлтіру мүмкін. Біреулер сұрайды, тағы ма деп. Тағы ма дегенде алдыңғы жол Трамп өлген жоқ. Яғни алдыңғы жол бір өлтіріп, енді тағы өлтірейін деп жатқан жоқ. Бұл жерде алдыңғы жолы өлмей қалғандықтан Трампты өлтіру мүмкін. Себебі бұл оқиғаның аса күрделі екендігі енді күннен күнге ашылып келе жатыр. Бүгін күндіз сіздерге уәде еткеніміздей, Алматыда таң атқан кезде, Қазақстанда таң атқанда лекция сөйлеймін деп уәде қылғаным бойынша, сол коммунитидегі сол постым бойынша лекцияны сөйлеп отырмын. Анығында бізде түннің бір уағы. Енді бұл арада әлгі постымда көрсеттім, Нью-Йорк Таймстағы мақала, газет. Газет сататын дүкеннен барып газет алып отырмын. Сосын USA Today. Екеуіндегі мақала Американың арнайы Трампты қорғауға, яғни экс-президентті қорғауға жауапты мекемесі Secret Service. Яғни арнайы президенттің, экс-президенттің күзет қызметінің жұмыстағы адамның ақыл жетпейтін, мақсатты әлде мақсатсыз, білмей немесе әдейі жауапкерсіздікпен, селқостықпен немесе жоспарлы түрде істеген өте көптеген адам ақыл жетпейтін сұмдықтар ашылып жатыр. Осы сұмдықтарды қарай отырып бір нәрсені ойлауға болады, яғни бұл Трампты әшейін бір орта мектепті 2 жыл бұрын бітірген, өзі өте зерек, сосын өмірден түңілген, адаммен араласпайтын, аталмыш сондай бір бұйығы, тұйық жігіт атайын деп ата салған жоқ. Бұның артында ұйымдасқан, өте сұмдық түрде ұйымдасқан үлкен жоспар тұрғандығын байқауға болады. Трамптың тұтас осы Американың саяси сахнасына келуіне қарсы болатын күш өте көп. Біріншісі әрине Қытай. Екіншісі Иран. Үшіншісі Америкадағы әсіре солшыл немесе жай солшыл бағыттағы демократтар. Төртіншісі Трамптан таяқ жеген олигархтар. Мысалы, кешегі айттық, жаңа Буффет мысалы Канададан теміржол арқылы шикі мұнай тасып Америкаға кеп өңдеп, керісінше Канадаға мұнай өнімін тасымалдап байып отырған адамды Трамп мысалы бизнесін тасталған қылды. Мысалы Канаданың премьер-министрі, оның бизнесін тасталған. Трамптың жаулары көп. Мысалы Фейсбуктың иесі, Мета компаниясының иесі Трамп әлден уәде беріп тұр. Мен билікке келсем, сені түрмеге тығам дейді. Ол мысалы өзін түрмеге тығам деген адам жақсы көрі ме? Бірақ оның Трампқа жасаған, Трамптың алдыңғы жолғы Байденмен 4 жылдың алдында 2020 жылы жасаған, оның Трампқа жасаған қастығы деген сұмдық. Бүкіл Байденді қолдаған демократшылдардың штаттарменен жаңағы екі жаққа солқылдап тұрған солқылдағы штаттардың барлығындағы сайлау түйіндерінің барлығын сол Секербург орнатқан. Соның қаржысымен орнатылған. Ал Трамптардың штатында, яғни дәстүршіл республикашылдардың штатында ондай жиі, ондай көп сайлау түйіндер болмаған. Ал Секербургтың бірінші болып Трампты бұғаттағаны, артынан Фейсбуктен бұғатталды, одан YouTube, одан Amazon, одан жаңағы Twitterден бұғатталған жетеді мысалы. Трамп ең соңында ешкімге өзінің сөзін жеткізе алмай бейшара болып қалды ғой. Қолында мысалы Трамп сол кезде ешкімге өз сөзін жеткізе алмай қалды. Кәдімгі үні шықпай қалды. Ал оны қолдаған атын ұмытып отырмын, Парлер ме бір программаны, оны да банкротқа жіберді.
Сонда енді бүгінгі мына Трампқа қастық жасауы мүмкін, Трампқа қайтадан қастық жасауы мүмкін, немесе әзілдеп айтқанда Трампты қайтадан өлтіруі мүмкін. Трампты қайтадан өлтіруі мүмкін, әзілдеп айтқанда. Бұл сөздің ар жағында Америкада қалыптасқан осы геосаяси жағдай, бірі өлмей, біріне күн жоқ, бұл үлкен қаржылық соғыс, жай саяси тақталас соғыс емес. Тарихта қазақ хандары, мысалы Мұхтар Мағауиннің Аласапыранын оқысаңыз, қазақ хандары әкесі баласын өлтіреді, баласы әкесін өлтіреді. Бір атаның немерелері бірін бірі өлтіреді, аға іні ағаны өлтірген. Тарихта солай. Ол Қытай патшалық тарихтарын қарасаңыз, Қытайда да сондай болды. Мысалы, Екатерина, орыстың әйел патшасы, өзінің баласын суықта мұздатып өлтіреді, билікті алу үшін. Қытайда да сондай болды. Таң династиясының билігін тартып алған Узтен, мысалы, өзінің баласын өлтіреді, балаларын өлтіріп, билікті өзі алады. Әйел патша. Сондықтан бұл жерде бұл тақ таласы, бұл адамзаттың нағыз ең бір арсыздыққа баратын бір таластарының бірі. Бүкіл жай адамдардың ортасындағы барлық құндылық, діни наным, сенім, әдет, ғұрып, ұят, адамгершілік, мораль, анау мынау, бәрі бұл таққа таласатындардың ортасына келгенде ол басқа бір категорияға жетіп қалады. Сондықтан Трампқа жасалған қастық алдыңғы жолғы 20 жастағы жігіттің қастығымен аяқтап, сонымен біте қалмауы мүмкін. Бұл бірінші сөзім. Екінші сөзім, енді қазір дерек көздерінің жетуінше, жариялауынша, ол жігіт шығып алған жүгері қамбасы 3 қабат емес екен. Логикаға салыңыздар, қамбаны кім 3 қабат салады? Қамба деген әдетте биік, кең, жалпиған, далиған құрылыс болады. Ол 1 қабат екен. Сонда оны не 3 қабат деп айтады? Қараңыздар. Бұл бір. Және Нью-Йорк Таймстағы мақаланы көпемді ішіп отырып оқып шықтым. Секрет сервистің әйел басшысы қызметінен кетті. Мен ол туралы бүгін Атажұрт каналында сөйлеген лекциямды айтқандықтан бүгін қайталамаймын. Қазіргі мына лекциямды нағыз Атажұрт каналында сөйлеп отырмын. Ал Атажұрт каналындағылар, сіздер нағыз Атажұрт каналына ауысып алыңыздар. Сәлден кейін лекциямды өшіремін. Тек нағыз Атажұртта жалғастырамын. Ал нағыз Атажұрттың қайда екенін тапқыңыз келсе, Атажұрт каналының коммунитиіне кірсеңіз, тура осы лекциямның сілтемесін сол жерге бөлісіп қойдым. Соған кіріп, сақ еткізіп бассаңыз, нағыз Атажұртқа ауысасыздар. Жақсы, Атажұрт сау болыңыздар. Енді нағыз Атажұртта жалғастырамыз. Енді бұл туралы құпия сырды мен қазір айтамын.